Біз не үшін есінеміз? Себебі біздің миымызға оттегі жетіспейді. Оттегі жетіспегендіктен біз көп мөлшерде ауа жұтуға тырысамыз. Оның себептеріне мидың шаршауы жатады. Екіншіден, ауасы жоқ бөлмеде көп отыру. Және үшіншіден, тағы бір адамның есінеуі. Соңғысының жауабы әлі де табылмаған, бірақ оны қазіргі күнде сочувствие дейді. Яғни бір адам есінеп жатқан кезде біздің де есінеуіміз.